Бақытты өзгеден емес, өзіңнен ізде. Бұл медитация сіздің өміріңізді түбегейлі өзгертеді. Сәлем, бұл қазақша мотивация және медитациялар каналы. Біз сізге ойыңыздың жақсы жаққа өзгеруіне және жаңа өмір бастауыңызға көмектесеміз. Біздің мақсатымыз қазақ тіліндегі мотивациялық каналдарды дамыту. Бізге қолдау көрсетіңіз. Каналға тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыз. Өміріңізді өзгерту үшін, жолыңызды ашу үшін ешқандай тәуіпке, емшіге немесе сиқыршыға барудың қажеті жоқ. Ең керемет сиқырлы, ғажап күш ол сіздің бойыңызда, ойыңызда. Алланың мейірімінің шегі жоқ. Бар болғаны бақытты да, байлықты да тартатын ғажап күш өзіңіздің ішіңізде екенін, түп санаңыздың түбінде жасырынып жатқанын түсіну және оны ояту. Бұл ғажап күш сіздің бай болуыңызға, бақытты болуыңызға, үйлі, күйлі болуыңызға, көкейіңізде қандай арман бар, соның орындалуына көмектеседі. Бұл Аллах тағаланың адамзатқа берген керемет сыйы. Ол ғажап сіздің ойлау қабілетіңізге, ақылыңызға, сабырлылығыңызға байланысты. Ойыңызды тәрбиелеңіз, сөзіңізді түзетіңіз. Қиял ғажап ертегіне өзіңізді сендіріңіз. Ойыңызды өзгертіңіз, ақылыңызды дұрыс пайдаланыңыз. Қиялыңызға дұрыс бағыт беріңіз. Өзіңізді жақсы көріңіз. Өзіңізге сеніңіз. Ол сіздің қолыңыздан келеді. Дәл бүгіннен бастап, дәл қазірден бастап, өзіңізге бақытты, сүйікті, бай, мейірімді болуға рұқсат етіңіз. Айналаға қарағанда бәрін жақсы көріп тұратын, өте көңілді адам ретінде қараңыз. Түп санаңыздың көмегімен бақыттың ішіңізде екенін, сәттіліктің үнемі жаныңызда еріп жүргенін түсінесіз. Кез келген мәселенің шешімін табасыз. Сіздің жасыңыз нешеде болса да, дәл қазіргі шағыңыз сүюге, армандауға, қуануға ең қолайлы кезең. Өзіңізге өмірдің рахатын сезінуге рұқсат етіңіз. Ешқашан, қандай жағдай болса да, көңіл күйіңізді түсірмеңіз. Ешкімге өкпелемеңіз, ешкімге ренжімеңіз, ашуланбаңыз, ешкімді өсектемеңіз. Сіздің сөзіңіз және ойыңыз сіздің тағдырыңызды басқарады. Бақыт та, байлық та өзіңде. Ең бастысы сабырлық, позитив ойлау, жақсы сөйлеу, үнемі өзіңді қуанту, рахмет айту, разы болу. Енді бізбен бірге медитацияны бастаңыз. Терең дем алып, дем шығарыңыз. Шығарған ауамен барлық уайымдарыңызды, қорқыныштарыңызды, өзіңізбен бірге алып жүрген барлық өкпе-реніштеріңізді шығарып жіберіңіз. Жай ғана жібере салыңыз. Сіздің мақсатыңыз өміріңізді жақсы жаққа өзгерту, жаңа өмір бастау. Медитация барысында ойыңызға түрлі ойлар келуі мүмкін. Ол қалыпты жағдай. Бірақ ойыңызды жай ғана реттеп медитацияға бұрыңыз. Жай ғана ойыңызды өзіңізге, денеңізге бұрыңыз. Жұтқан деміңізбен бүкіл денеңізге керемет энергия тарап жатырғанын сезініңіз. Дем алғаныңызда құрсақ бөлігіңіз көтеріліп, дем шығарғанда төмен түсетінін сезініңіз.
жай ғана сезін. Тағы да терең дем алып, әр жұтқан ауыңызбен жаңа энергия келіп жатыр. Шығарған деміңізбен бүкіл уайымыңыз шығып кетті. Сіз өзіңізді жеңіл сезіндіңіз. Басыңызды сезініңіз. Төбеңізден төгілген нұр шашыңызды сипап өтті. Басыңызды барлық мазасыздықтардан босатыңыз. Көзіңіздің, құлағыңыздың, еріндеріңіздің босанысқанын сезініңіз. Жай ғана жымиып қойыңыз. Бетіңізді қоңыр жел сипап өткендей жақсы сезімде болыңыз. Осындай жұмсақ, әдемі жымиған күлкіңізбен медитацияның соңына дейін қалыңыз. Ол сіздің көңіл күйіңіздің көтерілуіне себеп. Мойныңыздың, тамағыңыздың босанысқанын сезініңіз. Көкірек бөлігіңіз, қолдарыңыз, саусақ ұштарының босанысқанын сезініңіз. Құрсақ бөлігіңіз, бөксеңіз, одан әрі аяқтарыңыздың босанысқанын сезініңіз. Аяқ қолдарыңызды еркін жіберіңіз. Табаныңызбен нәзік жылулықты сезініңіз. Бүкіл денеңізді босатыңыз. Көз алдыңызға өзіңізге ұнайтын, өзіңіз армандап жүрген жерде тұрғандай елестетіңіз. Визуализация жасаңыз. Керемет көріністің ішінде жүргендей сезініңіз. Сонда сіздің түп санаңыз армандарыңыздың орындалуын жеңілдетеді. Ең керемет көрініс ол бәлкім сіз үшін теңіз жағасы болуы мүмкін. Немесе шыңдарын әппақ қар басқан айбынды асқар таулар. Немесе кең алқапты, жап-жасыл шөбі мен әсем гүлдері жайқалған кең алқап болуы мүмкін. Осының бәрі сіздің ғажап қиялыңызға байланысты. Бар болғаны сіз өзіңіздің ішкі әлеміңізге еніңіз. Өзіңізді жеңіл сезініңіз. Жақсы сезініңіз. Сіздің ойлаған әр ойыңыздың жылдамдығы электр тоғынан да тез. Сол үшін медитацияда барлық проблемаларды сыртқа қалдырыңыз. Тек қана жақсы оймен келіңіз. Сіз қаншалықты негатив ойлағаныңызбен, өткенге өкінгеніңізбен сол сәт қайтып келмейтінін білесіз. Сол үшін ой санаңызды ақылдандырыңыз. Ойыңызға қай-қайдағы жаман ойлар келуі мүмкін. Одан қорықпаңыз. Ол қалыпты жағдай. Ойыңыздың басқа арнаға түсіп кетуіне жол бермеңіз. Егер олай болса, жай ғана қалықтап, өз әлеміңізге оралыңыз. Өзгенің әлеміне, өзгенің өміріне қызықпаңыз. Сіздің әлеміңіз сіз үшін ең керемет қиял ғажап әлем. Ең керемет құдірет күші сіздің ішіңізде. Терең дем алып, дем шығарыңыз. Денеңізді бос жіберіңіз. Барлық уайым кетіп, иығыңыздағы ауыр жүк түседі. Еңсеңіз көтеріледі. Сіз көтеріңкі көңіл күймен шексіз әлемге келдіңіз. Әлемнің шегі жоқ. Сол сияқты ойдың да шегі жоқ.
Сіз нені ойласаңыз да, нені армандасаңыз да, нені мақсат етіп қойсаңыз да, сізге тамаша энергия келеді. Алланың құдіретінің шегі жоқ. Байлықтың да, ақшаның да шегі жоқ. Түп санаңыздың арғы ішіне түсіңіз. Ол үшін әлемнің тағы бір есігін ашыңыз. Не көрдіңіз? Ақшыл, сары, алтын түстес, күміс түстес әдемі жылтыраған энергия. Керемет энергия табаныңыздан жоғары қарай көтеріліп келе жатыр. Осындай ғажап сезімді денеңізбен сезініңіз. Бүгінгі күн дәл қазіргі сіздің сәтіңіз, сіздің өміріңіздің керемет арнаға өзгеруі. Сіздің армандарыңыздың бәрі орындалғандай, өзіңізді бақытты сезініңіз. Ойша айналаға қараңыз. Сіз қай жерде тұрсыз? Айналаңыздан нені көріп тұрсыз? Бәлкім сіз өзіңіз армандаған баспанадасыз. Тәп-тәтті ұйқыңыздан оянып, керіліп жатырған боларсыз. Арайлап атқан таң бөлмеңіздің ішіне шуағын шашып тұр. Қандай ғажап, бұл таңның иісі қандай керемет. Сіз төсегіңізде рахаттанып жатырсыз. Жібек простиняны денеңізбен сезініңіз. Төсек жапқыштың аромат иісін сезініңіз. Сізде ешқандай уайым жоқ. Армандарыңыз әлде қашан орындалған. Төсегіңізде жатып керіліңіз. Отырып керіліңіз. Өзіңізді бір сәт болса да өте бақытты сезініңіз. Сонда сіз бақыт энергиясын өзіңізге тартасыз. Бұл сіздің өміріңіз. Өз өміріңізді, өз ойыңызды өзіңіз басқара аласыз. Өміріңізде кім болғанды армандайсыз? Қандай үйде, қай қалада өмір сүргенді армандайсыз? Қымбат машина, миллиондаған ақшалар, бәлкім басқаша болып өмір сүргенді армандайсыз. Қалағаныңызша армандаңыз. Себебі бұл сіздің әлеміңіз. Бәрінде сезініңіз. Өзіңізге рұқсат беріңіз. Жаңа, молшылық өмірге лайықты екеніңізді сезініңіз. Ішіңізде қуаныш эмоциясын оятыңыз. Сиқырлы көңіл күйіңізді көтеріңіз. Қандай тамаша! Сіздің қолыңыздан бәрі келеді. Осындай керемет өмірді сүргенде, қандай сезімде боласыз? Өте тамаша! Қандай ғажап өмір! Жай ғана жымиып қойыңыз. Сіз күлсеңіз, жүзіңізден нұр төгіледі. Енді сіздің әр атқан таңыңыз осылай басталады. Оны сезіне біл. Айналаңызға махаббатпен қара. Қуанышты көздермен қара. Бәріне рахмет айтыңыз. Шын жүректен алғыс айтыңыз. Сіз нені армандаған болсаңыз, нені ниет еткен болсаңыз, оның бәрі орындалды деп өзіңізді сендіріңіз. Сізде бәрі тамаша. Сіз жаңа өмір бастадыңыз. Сізде бәрі бар. Бәлкім өзіңіз армандаған зәулім үйде жасап жатырсыз. Жаныңызда кімдер бар? Мұқият қараңыз. Олар сіздің жаныңызға жақын адамдар. Бұл жер сондай керемет.
іштей қуаныш эмоциясын сезініңіз. Сіздің ішкі әлеміңіз осындай керемет. Оны тек қана сіз көре аласыз. Сіз және өзіңіздің жеке ойыңыз. Өзіңіздің тағдырыңыз, өзіңіздің өміріңіз өз қолыңызда. Оны өзгерту өзіңе байланысты. Өз әлеміңді өзің жаса. Әр атқан таңыңды, әр күніңді жаңадан баста. Өткеннің ешқандай бүгінге қатысы жоқ. Өткен өтті, жібере сал. Сіз дәл қазір, дәл осы сәтте тап-таза, пәк, күшті, өз-өзіне сенімді, жүзіне нұр төгіліп тұрған адамсыз. Жай ғана адам емессіз. Алланың шексіз махаббатына бөленген адамсыз. Алланың сізге берер мейірімінің де, байлығының да шегі жоқ. Бар болғаны, сіз қабылдауға дайын болсаңыз болды. Ол үшін өзіңді жоғары бағала, өзіңді жақсы көр. Бай болудан қорықпаңыз. Алланың беретініне сеніңіз. Осынша ғаламды, жер мен көкті жаратқан Аллах тағала үшін сізді ризықтандыру ол үшін түк емес. Мені қалай қабылдасаң, мен саған солай жетемін деген Алланың уәдесі бар. Байлық аз, тез бітеді деп ойласаңыз, қорықсаңыз, сараң болсаңыз, ол солай болады. Алланың байлығының шегі жоқ. Ол маған жетіп артады деп ойласаңыз, бір байлықтан соң бір байлық сізге ағып келеді. Осыны ойлау сіздің ой санаңызда. Қалай ойлау, ол сізге байланысты. Жақсылықты да, жамандықты да адам өзіне өзі тартады. Сол себепті әр адамның бақыты өзінің ішінде деп айтылған.